Армысыздар, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздермен өзімнің сабақта қолданып жүрген тиімді платформалармен бөліскім келеді. Қазіргі әлемдік жағдайға байланысты қашықтан оқыту кезінде Zoom платформасын тиімді пайдаланамын. Zoom платформасы арқылы қашықтан білім бере отырып, балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға тырысамын. Сабақтың сілтемесі жасалып, оқушыларға беріледі. Сабақтан презентациясы арқылы миға шабуыл әдісін қолдана отырып, оқушылардың ойлау дағдыларын, сөйлеу дағдыларын дамытуға тырысамын. Оқушылар сабаққа белсене қатысады, берілген тапсырмаларды қызыға отырып орындайды. Zoom платформасының тиімдісі өте зор. Білімленд платформасы арқылы оқушылар жаңа сабақты түсіне отырып, түрлі тапсырмалар орындайды. Тапсырмалардың түрлері өте көп. Дайын бейне сабақтарды көреді. Бейне баяндарды көре отырып, тапсырмаларды қызыға отырып орындайды. Қазақ әдебиетінің аудиохрестоматиясы ең таптамас дүние. Себебі оқушылар аудиохрестоматияны тыңдай отырып, тыңдалым дағдысын, сөйлеу дағдысын арттырады. Мына сабақтан үзіндіні назарларыңызға ұсынамын. Кенет суалып қалған жырада жалғыз нар көрінді. Жолаушылар үйреншікті мал емес, жапанда жалғыз қалған адам көргендей әлденеден тітіркеніп, аттарының басын тежеп іркіліп қалды. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солы, бөркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыры қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Тамаша. Ал енді өз ойымызбен дәлелдеп көрейік қорытындылап. Менің ойымша осы жолаушылар келе жатып жүдеу қалған, ботасынан айырылған жалғыз нардың мүсәпір бейнесін көрді. Тамаша, жақсы. Тағы да келесі сұраққа: өмірге шыға алмай тайғанақтаған күй. Білімленд платформасында дайын бейне сабақтарды көре отырып, оқушылар қызығушылықтарын арттырады. Барлық пәндерден дайын сабақтар мен тапсырмалар бар. Мысалы, мынау қазақ тілі сабағына арналған бейне сабақтар. Келесі платформамыз бізде күнделік кезет платформасы. Күнделік кезет бейне сабағы барлық күндегі пәндерге арналған сабақтар топтамасымен толтырылған. Күнделікті сабақта алып, пайдалансаң болады. Бейне сабақтарда сабаққа байланысты түсіндіру сабағы, сонымен қатар тест тапсырмасы және тапсырмалары берілген. Осы күнделік кезет платформасының бейне сабақты жоспарлау әдісі өте тамаша. Келесі платформа Padlet тақтасы. Padlet тақтасында бүгінгі сабаққа байланысты тапсырмаларды оқушыларға бере отырып, оқушылардың тапсырманы орындау дағдысын тексеруге болады. Кері байланыс беріп, сабаққа деген тапсырманы орындау дағдыларын тексеруге болады. Padlet тақтасында бейне баянды көрсетуге, аудио ұсынуға, не болмаса жазылым тапсырмасын беруге болады. Өте ыңғайлы платформа. Келесі платформамыз Quizzes платформасы. Өтілген тақырыпқа байланысты тест тапсырмасын құру үшін өте ыңғайлы платформа. Музыкасымен, марапатымен адамды өзіне баурап алады. Белгілі бір шығарма өткеннен кейін сол шығарма мазмұнына байланысты сұрақтар құрастырылып, оқушыларға жіберіледі. Оқушылар сабақты қаншалықты меңгергендігін дәлелдеу үшін сұрақтарға жауап береді. Кімнің қанша балл алғандығы бірден шығарылып отырады. Осы жерден оқушылардың сабаққа деген дайындығын байқауымызға болады.
өте ыңғайлы платформа. Себебі балалар сабаққа қызыға қатысады, тест сұрақтарына қызыға жауап береді. Келесі платформа Дарын онлайн платформасындағы бейне сабақтар. Бейне сабақтарды көре отырып, балалар жаңа тақырыппен танысады, тапсырмаларын орындайды, бонус жинайды. Оқу жылының соңында бонус көп жинаған оқушы марапатқа ие болады. Міне осындай платформалар арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға болады. Оқушылар біздің болашағымыз. Болашағымыз мықты болу үшін біз ұстаздар ерінбей еңбектенуіміз, ізденуіміз керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.